Тахауи Ахтановтың шығармасы бойынша күй аңызы. Күй аңызының 3-ші сабағы Нар идірген. 8-ші сынып қазақ әдебиеті сабағы. Сыныпты ұйымдастыру кезеңінде Мағжан Жұмабаевтың арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты «Мен жастарға сенемін» үзіндісімен бастайды. Көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейді. Композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдайды. Сабақты басталған кейін топқа бөліп аламыз оқушыларды, және де барлық оқушының қолына осындай жеке бағалауға, үлестірме бағалау карточкаларын таратып береміз. Бұл жерде 10 балдық жүйе бойынша әр тапсырмадан кейін өздерін бағалап отыратын болады. Келесі үй тапсырмасын сұраған кезде біз арнайы Word платформасы арқылы сұрап аламыз. Екінші сұрақ. Аңыз дегеніміз не? Қазақ халық ауыз әдебиетінің тарихи негізгі бар саласы. Бірінші сұрақ. Ең алғашқы жарық көрген туындысын көрсет. Күй аңызы әңгімесі. Үшінші сұрақ. Тахауи Ахтанов кім? Жазушы, драматург, публицист. Осылайша біз үй жұмысын қайталап аламыз. Сабақты пысықтап алу мақсатында оқушыларға жасанды интеллект көмегімен тақырыпқа байланысты бейнебаян көрсетеміз. Балалар, менің атым Тахауи Ахтанов, мен жазушы. Әрі өз ұлтымның жанын сөзбен суреттегім келген қаламгермін. Сендерге күй аңызы атты әңгімемнің қалай дүниеге келгенін айтып берейін. Бірде мен бір қариядан қызық оқиғаны естідім. Ол күй жайлы еді. Домбырашы туралы, күймен шер тарқатқан бір қазақтың тағдыры туралы. Сол әңгімені естігенде жүрегім шым етті. Бір адамның ішінде қаншама қасірет бар екенін, бірақ ол оны сөзбен емес, күймен жеткізгенін ұқтым. Міне, нағыз өнер сол. Мен сол оқиғаны қағазға түсіргім келді. Қарапайым ғана емес, терең ой саларлық етіп жазуға тырыстым. Өйткені бұл жай ғана күй емес. Бұл халықтың мұңы, адамның жан дүниесі. Домбырадан төгілген әрбір үн жүректің сыры, үнсіз айтылған шындық. Күй аңызы тарихтағы шындық пен аңыздың тоғысқан жері. Менің тілегім, сендер күй тыңдағанда оның ар жағындағы терең мағынаны ұға білсеңдер екен. Әр күйдің артында бір тағдыр, бір шындық бар. Сол шындықты жүрекпен сезіне біліңдер. Бірінші тапсырма – топтық жұмыс. QR-код әдісі арқылы әр топқа QR-код таратып береміз. Оны ұялы телефондармен ашады. Дескриптор жалпы 4 балл. Мәтінді оқиды 0,5 балл. Тура мінездеу бойынша кейіпкерлерге сипаттама жасайды 1 балл. Жанама мінездеуді тауып, қандай тәсілдер арқылы берілгенін анықтайды 1 балл. Композициялық құрылымын талдап, негізгі оқиғаларды жүйелейді 1 балл. Берілген тапсырманы топпен орындайды 0,5 балл. Топтарға QR-код арқылы әр топқа әңгімеден кейіпкерлерге қатысты үзінділер беріледі. Бірінші топ тура мінездеу бойынша кейіпкерлерге сипаттама жасаңыздар. Екінші топ жанама мінездеуді тауып, қандай тәсілдер арқылы берілгенін анықтаңыздар. Және үшінші топқа композициялық құрылымын талдап, негізгі оқиғаларды жүйелеңіздер деген тапсырмалар беріледі. Екінші тапсырма бойынша әр топқа плакаттар берілді. Ол жерде олар осы шығарма бойынша постер қорғау тапсырылды. Енді үшінші тапсырмаға келетін болсақ. Үшінші тапсырма жеке жұмыс, кім жылдам. Оқушылар бұл жерде оқулықпен және де өздерінің жеке дәптерлермен жұмыс жасайды. Дескриптор жалпы 2 балл, композициялық талдау жасайды 1 балл, берілген тапсырманы әр оқушы жеке орындайды. Оқушыларға кім жылдам әдісі бойынша әңгіменің композициялық құрылымына байланысты жеке тапсырма беріледі. Бірінші, оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы,
оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі және де соңғысы оқиғаның шешімін табады. Сабақты бекіту үшін тұсау кесу рәсімі ретінде алып отырмын. Бұл жерде баланың тұсауын кескен сайын әртүрлі сұрақтар шығады. Қазір сіздерді сұрақтармен таныстырамын. Бірінші, шығармада кімдер бейнеленген? Шығармада Естемес, Күйші, Оразымбет шәкірті, шал мен қызы Жаңыл бейнеленген. Екі күйші қайда бара жатыр еді? Ауыл іздеп сапар шегіп келе жатқан болатын. Естемес неге күй шығара алмай толқыды? Ботасынан айырылған інгеннің зарына жүрегі елжіреп, көз жасын тия алмады. Олар қай жерге тап болды? Қайнардың жанындағы жалғыз қараша үйге тап болды. Үйде кімдер тұрады? Қарт шал мен оның қызы Жаңыл тұрады. Естемес Жаңылға не ұсынды? Оны айттырып алғысы келеді. Шал қандай шарт қойды? Күймен нарды суарса, қызына лайық болады дейді. Шығарма не туралы? Күй құдіреті, өнер мен адам жанының байланысы, шынайы сезім жайлы. Міне осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз сабақты бекітіп аламыз. Осы сабақтың қалай толық жүзеге асырылғанын келесі бейне материалдардан қосымша танысып біле аласыздар. Астандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Тахауи Ахтанов, мен жазушы, әрі өз ұлтымның жанын сөзбен суреттегім келген қаламгермін. Сендерге күй аңызы атты әңгімемнің қалай дүниеге келгенін айтып берейін. Бірде мен бір қариядан қызық оқиғаны естідім. Ол күй жайлы еді. Домбырашы туралы, күймен шер тарқатқан бір қазақтың тағдыры туралы. Сол әңгімені естігенде жүрегім шын етті. Бір адамның ішінде қаншама қасірет бар екенін, бірақ ол оны сөзбен емес, күймен жеткізгенін ұқтым. Міне нағыз өнер сол. Мен сол оқиғаны қағазға түсіргім келді. Қарапайым ғана емес, терең ой саларлық етіп жазуға тырыстым. Өйткені бұл жай ғана күй емес, бұл халықтың мұңы, адамның жан дүниесі. Домбырадан төгілген әрбірінің жүректің сыры, үнсіз айтылған шындық. Күй аңызы тарихтағы шындық пен аңыздың тоғысқан жері.
алғаш билік қызу өткіздері белгілеуіне қынай болған басында төбесін көп мақпалмен қыстаған жұмыс бөрік. Тек ер тұрманың анақ жолбары ол. Бір кезде көк саурап, жез шегіне тізілтек Сабаққа кері байланыс алу мақсатында торсық рефлексиясын пайдаландым. Ең бірінші торсықта маған барлық сабақ түсінікті. Екінші, тақырып бойынша іздеуім керек. Және үшіншісі, мен сабақты түсінбедім. Торсық рефлексиясы біткеннен кейін ең бірінші сабақ барысында таратып берген бағалау карточкалары арқылы оқушыларды бағалап үй тапсырмасын береміз. Тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.